Бәріңіз сәлем достар, сіздермен бірге мен Дейлин, қалайсыңдар достар? Короче достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Дейлин Викс, яғни менің Майнкрафт серверіме менімен бірге қалай ойнайтын, қалай кіру керек екенін көрсететін боламын. Және достар, бұл сервер телефонға арналған. Көп подписчиктер мен білмейді, менің серверім бар екен, және де ол серверге телефонмен кіруге болады екен. Достар, давайте осы арнаға тіркеліп лайктарын басып отырайық. Бүгінгі видеода менің серверіме телефонмен қалай кіреді, соның бәрін көрсететін боламын. Ал енді достар, видеомызға қарай кеттік. Так, достар, сіздерде осыған дейін көбісі менің телефонға арналған, достар, телефонға арналған менің серверім, Майнкрафт серверім бар екен, көбісі білмейді. Мысалы, мені 70 мың, 100 мың адам көреді, бірақ та менің телефонға арналған Майнкрафт серверім бар екенін білмейді достар. Мен бүгін сіздерге оған қалай кіретінін көрсетемін. Білемін, мен қазір компьютерден көрсетіп отырмын, бірақ бұл типа телефон. Мысалы, сіздерде мынау телефон деп елестейік, планшет немесе мен сіздерге описанияға ссылка қалдырамын, Майнкрафт 1.5 деген. Соған кіресіздер достар. Сіздерде осындай қазір мынандай сайт ашылады достар. Сол ссылкаға кіргенде осындай Google'да мінекей осындай сайт ашылады. Planet MC Net деген достар. Міне телефонда да дәл осылай болады. Және астына түссеңіздер, скачать можно через 3, 2, 1 дейді достар. Осында кішкене күтесіздер, және мынаны бассаңыздар, осында астында бірдеңе шығады достар. Скачать етейік па дегенде. И осы жерде достар окейді басып, телефонда дәл осындай. Так, мінекей қазір мынау скачать етіліп жатыр. Так, міне уже толды достар менде. И достар, осының үстінен бассаңыздар, мінекей Minecraft Pocket Edition дегенді установить деген шығады. Немесе сіздер деген бұл зат таппай қалсаңдар, мен сіздерге қайттан көрсетейін. Таппай қалсаңдар достар, сіздерде білетін шығарсыңдар, заттарыңда телефонда My File деген мынандай зат бар, немесе Google'ға кіресіңдер достар. Таппай қалсаңдар, мен қазір сіздерге Google'ға кірген вариантты көрсетейін. Міне мына қапталында мынандай 3 точканы басасыздар, и және де осы жерде downloadсыздар, яғни сіздерде бұл жерде загрузки деген панель тұрады, загрузки деген. Соны бассаңыздар, қайттан міне достар. Осыны осылай установить етеміз Майнкрафтты телефондарыңа. Мінекей менде уже сразу установить етті, және де сол Майнкрафтқа кіреміз достар. Майнкрафтқа кіргенде тура осындай болатын. Жерде тек Minecraft Pocket Edition деп тұрады. Мен қазір компьютерден телефон версияға кіріп отырмын. Сіздерде де дәл осындай болады. Және достар, сіздерге скин қоюдан бастайын. Скинді мына жерде толған сіздерде скин болады. Өзіңізге керегін таңдап қойып алсаңыздар болады. Немесе мына жерді басып, мына жерден выберите новый скинді басып, өзіңіздің скиніңіз болса қойып аласыздар. Мен деген егер скинім жоқ болса, мына жерден любой скинді таңдай беріп, ойнай беріп, достар, скинге вообще мән бермей қойсаңдар да болады. Және достар, играты баспай тұрып, біз деген настройки деген жерге кіреміз. Осы жерден мына жерге өздеріңізге чувствительность істеп аласыңдар. Мен мысалы деген достар, сіздерге 50-ге қоюға совет беремін. 50-ге и және размер кнопкиді 100-ге қоясыздар достар. Мынаны 100-ге, мынаны примерно осындай 50-ге шақты қоясыздар достар. Менде мышкамен болған соң менде 30-да тұра берген нормально. Және достар, мына жерлерде де точно сондай, бір примерно 40-50 арасында қойсаңыздар болады. Және профилға кіріп, мына жерде сіздерде достар Стив деп тұрады, яғни бүйтіп Стив деп тұрады. Осыны достар кетіріп тастап, сіздер мысалы өзіңіздің никтерін жазасың. Мысалы менің никім XDailin Lovesubs, бұл мағынасы бұл никтің Дейлин өзінің подписчиктерін жақсы көреді деген достар. И достар, мынау сіздерде өшік тұрады. Міне, использовать сотовую сеть передачи данных деген сіздерде өшік тұратын болады. Осыны достар окейді басып бітіп қосатын боламыз достар. Және де астына видео деген жерге кіреміз достар. Сосын мына жерде звук дегенде музыканы өшіріп тұрғандарыңдар осы себебі деген себебі Майнкрафттың музыкасы айтып барады. Мешеттер яркость 100-де достар. Мынау достар полный өшіріп тұрсаңдар болады. Егер сіздерде телефондарын қататын болса, мен мына заттардың бәрін достар өшіріп тұрсаңдар, себебі бұлар достар графикаға қатты әсер етеді достар, сіздердің телефондарын қатыруы мүмкін. Мынаны достар бүйтіп қойсаңдар да болады. Бүйтіп қойсаңдар, менде компьютер монитор болған соң мен средний қоямын. Сіздерде телефондарыңа максимумда тұрса да болады достар. Астына түсесіздер достар, сіздерде өсіп тұрады. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Мне осылай тұрады достар. Мне мынандай астында ештеңе болмайды. Сіздер показать расширенные настройки видеоны қосасыздар, және астына мына жерде сіздерде карманныйда тұрады. Соны достар классическийге қоямыз. Поле зренияны 90, 100, 110-ға қойсаңдар болады. Прорисовканы достар сіздерге 5-ке қойып тастауға достар совет беремін. И мына заттар сіздерде осындай қоясыңдар болады, сіздерде болмауы да мүмкін. Болды достар. Осымен болды достар. Енді менің серверіме қалай кіреді?
менің серверіме кіру үшін играть басасыздар достар, және міне үстінде друзья деген достар, осындай зат бар, сол жерге осыны басасыздар достар. И имя сервер любой зат жазсаңдар болады, бірақ мен мысалы өзім Дейлин деп қоя салайын. Любой зат жазсаңдар болады, бұл жерге имя сервер. Және ең бастысы достар, міне адрес сервер екінші строка, бұл жерге достар описаниеде тұрады, немесе қазір видеодан қарап жазсаңдар play.kzdailinvix достар, міне осылай жазылады, play.kzdailinvix.fun деген достар, мінекей описание қалдырып кетемін, және де мына порт дегенге достар осы IP жазған соң бүйтіп кіресіздер, короче деген поиск сервера дейді, потом кіреді достар, и мынандай жерден шығасыздар, сіздерге экранға міне код деп шықты, код 956, соны чатта ашып, и сол кодты мына чатқа жібересіздер достар, и сіздерді біздің Dailinvix серверге лақтырып жібереді достар сразу. И мінекей қазір кіріп жатыр, мінекей мен Dailinvix-тан шықтым. Сіздер деген сразу парольдарыңызды жазасыздар, бір жаттап алған парольдарыңызды жазыңыздар, себебі келесі кіргенде сіздерде пароль сұрауы мүмкін, сол парольді жазасыздар. Кіргендер, короче, все kit start деп жазасыңдар. Kit start алу үшін мынандай заттар береді достар. Бізде луктың орнына еще мынандай пистолет, короче, дерзкий заттар бар. Короче, достар, все, осы жақта выживание грейферт ете аласыңдар, донат сатып ала алады достар. Қазір донаттарды көрсетіп кетейін сіздерге. ВК группадан көре аласыздар, заттар описаниеде болады, бәріне ссылка, мінекей бағалары және достар. Смело универің. Короче, достар, осымен видео аяқталады. Короче, кірің осы серверме, давайте онлайнды көтеріп тастайық. Короче, все достар, сіздермен болған мен Дейлин, давайте.